Бүгін орыс тілі сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабақтың аты 5-ші Б сабағы. Орыс тіліндегі кейбір әріптер мен кейбір әріп қосындыларының оқылуын ары қарай жалғастырып, бүгін осы сабақты аяқтаймыз. Сонымен ары қарай кеттік. Яғни тся әріптерінің қосындысы ца деген дыбыс береді. Мысалы үшін встретиться деп жазамыз. Айтқанда встретиться деп айтамыз. Кездесу деген сөз. Мысалы үшін надо срочно встретиться. Тез арада кездесуіміз керек. Учиться. И әрпіне ударение түсіп тұр, өзіңіз көріп отырғандай. Айтылуы учиться. Учиться деп жазамыз. Жіңішкелік белгісі бар. Оқу, үйрену деп аударылады. Не істеу керек деп сұрақ қойсақ, оқу керек деген мағынада тұр. Мысалы үшін, тебе надо быстро учиться. Сен тез үйреніп алуың керек. Келесі сөзімізде у әрпіне ударение түсіп тұр. Учиться. Жаңағы бірінші сөзіміз учиться болған. Мынау учиться. Тя жазамыз. Ца деп айтамыз. Учиться. Яғни оқып жүр, үйреніп жүр деген мағынада. Қандай бір іс-әрекеттің әлі де болып жатқанын, аяқталмағанын білдіреді. Не істеп жатыр, не істеп жүр, не істеп отыр деген сұрақ қоюға болады бұл етістікке. Мысалы үшін, мой сын учится в университете. Менің ұлым университетте оқып жүр, немесе оқиды деген мағынада. Бірінші мягкий знакпен жазылған учиться деген оқу керек, не істеу керек деген мағынада болса, ал мынау оқып жүр, оқып жатыр дегенді білдіреді. Учиться. Бізге қазақтарға осы етістікке тя болғанда жіңішкелік белгісі, яғни мягкий знак қай кезде жазылады, қай кезде жазылмайды, біраз қиындық туғызады. Өзіміздің басымыздан өткен жағдай. Мен оны сіздерге етістіктер тақырыбына келгенде жақсылап түсіндіріп беремін. Ары қарай кеттік. С, ш, с ба. С, ш әріптері бірігіп ш дыбысын береді. Мысалы үшін высший деп жазамыз. Идің басы түртіледі, оны да есімізге сақтап алайық. Бірақ айтылғанда высший деп айтамыз. Сшитый деп жазамыз. Айтқанда шитый деп айтамыз. Сшиватель для бумаг. Қағаз тігіндегіш. Мен идің арасындағы бір нейтральный дыбыс. Шиватель де емес, шиватель. Кішкене жұмсақтау. Шиватель для бумаг. Высшее образование, жоғары білім. Высшая мера наказания. Жаңағы жазалаудың ең жоғары түрі. Бәрінде де с, ш жазамыз, бірақ ш деп айтамыз. Ары қарай кеттік. Кейбір сөздердің қосындысында дауыссыз дыбыстар оқылмайды. Бұл сөздерді тек есімізге сақтап аламыз. Олар қандай сөздер? Олар мыналар. Мысалы үшін, праздник деп жаздық, праздник деп айтамыз. Мейрам, мереке. Честный деп жаздық, честный деп айтамыз. Адал деген сөз, честный человек, адал адам, мысалы үшін. Участник деп жаздық, участник деп айтамыз. Участник семинарға қатысушы. Грустно деп жаздық, грустна деп айтамыз. Көңілсіз болу, көңілі түсу деген мағынада. Сердце деп жаздық, сердце деп айтамыз. Жүрек. Солнце деп жазамыз, солнце деп айтамыз. Күн. Здравствуйте деп жазамыз, здравствуйте деп айтамыз. Бұларды тек есімізге сақтаймыз. Ары қарай кеттік. Г дыбысы О дыбысынан кейін тұрғанда, немесе Е мен О дыбыс емес. Г әрпі, кешіріңіздер, мына жерде дыбыс деп қайта жазып кеткен әріп. Г әрпі О дыбысының алдында тұрғанда, немесе екі О дыбысының ортасында тұрса, немесе Е мен О әріптерінің ортасында тұрса, көбінесе В дыбысын береді. Мысалы үшін, сегодня деп жазамыз. Г әрпі Е мен О әріптерінің ортасында тұр. Сондықтан да ол В деп оқылады. Яғни, сегодня деп айтамыз. Бүгін деген сөз. Сегодняшний деп жаздық. Г әрпіміз Е мен О әріптерінің ортасында тұр. Яғни, бізге В дыбысын береді. Мысалы үшін, сегодняшний. Сегодняшний емес, сегодняшний. Кого деп жазамыз, кого деп айтамыз. Ничего деп жазамыз, ничего деп айтамыз. Хорошего дня деп жаздық,
хорошего дня деп айтамыз, күніңіз сәтті өтсін деген сөз. Бірақ мына сөздерде г әрпі г болып оқылады. Мысалы үшін много, көп, много емес много. Погода, ауа райы, строго, қатаң деген сөз. Сонымен біз бүгін фонетиканы айырбастадық. Кейбір қиын әріптер мен кейбір әріптердің бізге қиыншылық келетін қосындыларының оқылуына тоқталдық. Енді осыны орыс тіліндегі мақалдармен бүгінгі сабақты бекітейік. Мысалы үшін бірінші мақал. Молоко на губах не обсохло. Бұл жаңағы о әрпіне жаттығу. Молоко деп жазамыз. Екпін түспейтінде бұнда о әрпі а береді дыбысын. А дыбысын береді. Молоко. Ко деп созып тұрмыз, о болып оқылады. Молоко на губах не обсохло. Аузынан ана сүті кетпеген деп айтады. Бізде қазақша осындай балама мақал бар сияқты, осы мақалға сай келетін. Аузынан ана сүті кетпеген. Келесі мақалы. Все хорошо, что хорошо кончается. Сөзбе-сөз аудармасы. Соңы жақсы болып біткен істің бәрі жақсы деген сөз. Яғни қаншама қиыншылық көрсеңіз де, ең аяғында жақсы нәтижеге жетсеңіз, сол қиыншылығыңыздың бәрі бір күндегідей болмай ұмытылып кетеді деген мағынада тұр. Келесі, лучше поздно, чем никогда. Поздно деп жаздық, поздно деп айттық. Лучше поздно, чем никогда. Ештен кеш жақсы деген өте жақсы. Қазақ тілінде балама бар. Сөзбе-сөз аударып керек емес. Келесі мақалымыз. Не считай утят, пока не вылупились. Вылупились деген сөз жұмыртқаға байланысты, яғни жұмыртқа жарылмай тұрып, балапандарды санама деген сөз. Утят деген үйректің балапандары, утята үйректің балапандары, яғни жұмыртқалар жарылмай тұрып, балапандарды санама деген сөз. Сөзбе-сөз аудармасы қандай да бір жақсы нәтижеге қол жетпей тұрып, қуанба деген сөз. Қазір осы дәл қазір менің есіме асатпай жатып құлдық деме деген мақал түсіп тұр. Осы біздің қазақ тілінде дайын осы мақалға сай келетін балама сияқты болып тұр. Келесі. Время как воробей. Упустишь, не поймаешь. Мұндағы фонетикалық жаттығу ш әрпіне беріп тұр. Ш әрпінен кейін мягкий знак, жіңішкелік белгісі жазылса да, оны біз жіңішкертпейміз деп оқыған бізге. Упустишь, поймаешь емес. Упустишь, поймаешь. Яғни уақыт торғай, ұшып кетсе ұстай алмайсың деген сөз. Сөзбе-сөз аудармасы. Ал бұған қандай жақсы дәл дайын тұрған қазақ тілінде мақал бар, есіңізге түссе пікір қып жаза қойыңыз, бәрімізге де пайдалы болсын. Келесі мақал. Кто много врет, тот много божится. Кім көп өтірік айтады, ол көп ант су ішеді деген сөз. Кто много врет, тот много божится. Сөзбе-сөз аудармасы. Божиться деп жаздық, божиться деп айтамыз, божиться. Келесі. У лжи короткие ноги. Короткие ноги, жаңағы о әрпіне фонетикалық жаттығу. Бірақ мақалдың аудармасы қазақ тілінде жақсы өте балама бар. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деген. Яғни орыс тілінде өтіріктің аяғы қысқа болса, қазақ тілінде өтіріктің құйрығы бірақ тұтам. Арғары кеттік. От погасшего угля не добудешь и огня. Бұл мақалдағы фонетикалық жаттығу жаңағы ш дыбысын береді, погасшего. Сосын мен оның ортасындағы г әрпі в болып оқылып тұр. Погасшего, погасшего деп жазып тұрмыз бірақ. Не добудешь. Ш мягкий знак жазылып тұр. Не добудешь. Ш деп жуаңғып айта береміз. Яғни от погасшего угля не добудешь огня деген қандай да бір пайдасы жоқ іспен айналыспа деген сөз. Мысалы үшін біреу жалқау адамға шағымданып жатса, айтуға болады, ол жалқау емес пе, оның жалқау екенін білесің, сен неменеге одан жақсы іс-әрекет күтесің деген мағынада. От погасшего угля не добудешь огня. Келесі. От высокого дерева и тень большая. Биік ағаштың көлеңкесі де биік деген сөз. Яғни жақсы адамның іс-әрекеті де мәрт, іс-әрекеті де жақсы дегенді білдіреді. Сөзбе-сөз аудармасы. Бұл мақалдарға қазақ тілінде дәл сипатын беретін өзіміздің тілімізде мақал болса, егер есіңізге түссе, пікір қып жазып қойыңыз, бәрімізге де пайдалы болады сонымен. Бүгінгі біздің фонетикаға арналған сабағымыз осымен тәмам.
Сұрақтарыңыз болса, пікір қалдырыңыздар. Жаңағы бүгінгі өткен мақалдар ұнап жатса, есіңізге сақтап алыңыз, жаттап алыңыз. Мүмкіндік болса, әңгімеңізде қолдануға тырысыңыз. Қазақ тіліндегі дайын баламаларын білсеңіз, есіңізге түссе, пікірге қалдырыңыз. Сабақ ұнаса лайк басыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.